Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 3 маусымы сәрсенбі. Бүгін біз әдеттегі форматтан сәл алыстап, жеке активтерді ғана емес, жалпы нарықтың көңіл күйін талдайтын боламыз. Қазіргі таңда әлемдік қаржы нарықтағы ең маңызды сұрақтардың бірі инвесторлар жаздың басында нақты нені бағаларға енгізіп жатқаны. Соңғы бірнеше күндерге тоқталатын болсақ, активтердің қозғалысына назар аударсақ, нарықтың жаңа бағыт іздеп жатқанын байқауға болады. Қарқынды өткен мамыр айынан кейін инвесторлар 2026 жылдың екінші жартысы қандай болатынын түсінуге тырысуда. Әлемдік экономика баяулай ма, әлде жаңа өсу кезеңі бастала ма? Дәл осы сұрақтар нарықтың басты назарында. Бүгінгі жалпы күнтізбеге тоқталып кететін болсақ, мінекей бүгінгі болатын жағдайлар экрандарымызда. Ол белсенділік, яғни кәсіпкерлік белсенділік индекстері Ұлыбританияда және біз көріп отқандай еуро аймақта жарияланатын болады. Онымен қатар мінекей Америка құрама штаттарынан, яғни олардың жалпы қаншалықты көп деңгейде мұнайлары бар екені туралы ақпараттар бүгінгі күн барысында 14:30 GMT уақытымен бойынша жарияланатынын көріп отырмыз, және бірнеше индекстерде дәл осы күн барысында талқыланатын болмақ. Ал енді дәл осы жеке болып жатқан жағдайларға тоқталып өтетін болсақ, біз әдеттегідей әрине де Америка құрама штаттар долларынан бастайтын боламыз. Жыл басында көптеген сарапшылар доллар әлсірейді деп болжаған еді, алайда америкалық валюта әлі де күшті позицияларын сақтап отыр. DXY индексі шамамен сол қалыптасқан баяғы 99 пункт деңгейінде қалып жатыр. Бұл инвесторлардың америкалық активтерден жаппай бас тартуға әзір еместігін көрсетеді. Оның себебі түсінікті. ақш экономикасы көптеген дамыған елдердің экономикасына қарағанда тұрақтырақ көрінуде, еңбек нарығы мықты күйде қалып отыр, ал тұтынушылық шығындар күрт төмендеген жоқ болса, инфляция федералдық резервтік жүйесі қалағандай жылдам төмендемей жатыр. Қазіргі уақытта нарық қатысушылары екі үлкен топқа бөлінген. Бірінші топ жалпы ФРЖ жоғары мөлшерлемелердің жылдың соңына дейін сақтауы мүмкін деген оймен келе жатыр. Ал екінші топ жаз айларында экономикалық баяулау белгілері күшейіп, реттеуші саясатты жұмсартуға мәжбүр болады деп санайды. Дәл осы екі көзқарастың күресі бүгінгі таңда валюта нарығында көптеген қозғалыстарды анықтап отыр. Қысқа мерзімді перспективаларды алатын болсақ, әзірге мінекей дәл сол 99,10 деген деңгейде доллар саудаланып жатқанын көріп отырмыз, және күні кеше біз болжамдаған деңгейден 0,3-ке өскенін көріп тұрмыз. Және әрмен қарай доллардың да өсуі, кішігірім өсуі мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Сондықтан енді әрмен қарай қандай ой пікірлер қалыптасатынын бірге көреміз. Және бұл жағдай әсіресе еуро және доллар жұбында анық байқалады. Еуро бірнеше айдан бері тұрақты өсу трендін қалыптастыра алмай келе жатқанын көріп отырмыз. Мұның себебі тек Еуропаның әлсіздігі емес, сонымен қатар ақш экономикасының салыстырмалы түрде мықты болуы. Германияда өндірістік секторының болашағы жөніндегі пікірталастар жалғасуда. Өнеркәсіп жоғары энергия бағасымен және әлемдік сауданың баяулауымен күресіп жатыр. Көптеген еуропалық компаниялар алдағы жылдары бәсекеге қабілеттікті сақтау үшін өндірісті жаңартуға ауқымды инвестициялар қажет екенін айтуда. Кейбір сарапшылар тіпті 2026 жылды Еуропа үшін бетбұрыс кезең деп атап жатыр екен. Олардың пікірінше дәл қазір еуро одақтың инвестициялар мен технологиялық көшбасшылық үшін күреске ақш пен Қытайға қаншалықты төтеп бере алатынын анықтайтын болады. Сондықтан енді көреміз. Бұл жерде де доллар әрмен қарай өзінің қалыптастыруын жалғастыра беретін болса, шамасымен бұл индекс бізде 1,15 деген көрсеткіштерге төмендеп те кетуі мүмкін. Әрмен қарай Ұлыбританияның да тақырыбын қозғайтын болсақ, Ұлыбританияда әзірге жағдай біршама ерекше. Ел экономикасы бірнеше ай бұрынғы болжамдарға қарағанда тұрақ болып шықты, алайда жоғары инфляция әлізде маңызды мәселе болып қалуда. Көптеген британдық отбасылар өмір сүру құнының күрт өсуінің салдарында сезініп жатыр екен. Инфляция баяулауымен қызмет көрсету салаларында бағалар, тұрғын үйді жалға және коммуналдық шығындар жоғары деңгейде қалып отыр деп айтып жатыр екен. Сондықтан Англия банкі пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге асығар емес. Бұл фунтқа жалпы белгілі бір дәрежеде қолдау көрсетуде. Сондықтан әрмен қарай бұл қолдау қаншалықты
іске асатынын көреміз, бірақ әзірге динамика біз тамашалап жатқандай төмендеу. Сондықтан бұл төмен динамика әрмен қарай сақталады деген ойдамыз. Ал енді мұнай тақырыбына назар аударатын болсақ, мұнай бағасы әлемдік нарықтардың көңіл күйін көрсететін маңызды индикаторларының бірі болып қала береді. Бұл сөзсіз түсінікті жағдай. Және соңғы апталар қызықты үрдісті көрсетті. Таяу шығыстағы тәуекелдердің сақталуына қарамастан мұнай бағасы бұрынғы геосаяси дағдарыстар кезеңіндегідей қарқынды өсіп жатқан жері жоқ. Бұл нарықтың ұсыныс мәселелерінің гөрі сұраныс мәселесіне көбірек көңіл бөле бастағанын білдіреді. Инвесторлар қазір жылдың екінші жартысында энергияға деген әлемдік сұраныс қаншалықты күшті болатынын бағалауда. Сондықтан көреміз, әзірге енді бір геосаяси шиеленістер болмаса, мұнай бағасы күрт өседі дегенге сену қиындау. Бірақ соңғы жаңалықтарды аңғаратын болсақ, геосаяси жағдай әзірге қиындап бара жатыр. Сондықтан осыған нарықтың да бір шама реакциясы беріледі деген ойдамыз. Бір сұрақтың жауабы көп жағдайда Қытайға байланысты. Бұл сұрақтың жауабы, яғни Қытай экономикасы бүгінгі таңда әлемдік нарықтағы ең үлкен интригаларының бірі болып қалып жатыр. Бір жағынан билік экономиканы ынталандыру шараларын жалғастыруда, екінші жағынан жылжымайтын мүлік секторындағы қиындықтар әлде экономикалық белсенділікке қысым көрсетуде. Қазіргі уақытта сарапшылардың назары ішкі тұтынуға ауып отыр. Егер Қытай халқы белсендірек шығын жасай бастаса, бұл шикізат нарықтарына күшті қолдау көрсетуі әбден мүмкін. Ал егер тұтынушылық сұраныс әлсіз болып қалса, әлемдік экономикалық өсім бойынша көптеген болжамдарды қайта қарауға тура келеді. Және әрмен қарай біз айта кететін жағдай ол әрине де келесі валюталық нарықтағы тақырып, ол Жапон иенасы. Соңғы жылдары иена жаһандық ақша несие саясаттың өзіндік индикаторына айналды. ақш пен Жапония арасындағы мөлшерлеме айырмашылығы да әлде өте жоғары деңгейде сақталып отыр. Сол себептен көптеген инвесторлар иенаны арзан қаржыландыру көзі ретінде пайдаланып келеді. Алайда иена қаншалықты әлсіресе, Жапон билігінің араласу ықтималдылығы соншалықты жоғарылайды. Көптеген сарапшылар жылдың екінші жартысында доллар иена жұбы ең құбылмалы валюталық жұптардың біріне айналуы мүмкін деп санайды. Сондықтан дәл сол жаңалықтарды күтетін боламыз. Әзірге бұл жерде жағдай белгісіз, және доллардың әрмен қарай күшейеді деген ой пікірмен бұл жерде иенаның әрмен қарай әлсірейді деген ой пікір бар. Және қор нарықтарында басқа оқиға жалғасуда. Жасанды интеллект тақырыбы. Қазіргі таңда көптеген индекстер тарихи максимумдардың жақын орналасқанына қарамастан, инвесторлардың назары бірнеше технологиялық алпауыт компанияларға шоғырланған. Сонымен компаниялар жасанды интеллект инфрақұрылымына, деректі өңдеу орталықтарына және жаңа есептеу жүйелеріне инвестицияларын арттыруды жалғастыруда. Сонымен қатар бір маңызды сұрақ туындауда. Жағдай 1999 жылдардың соңындағы технологиялық бумды қайталай алады ма? Бұл сұраққа қатысты сарапшылардың пікірлері екіге бөлінген. Біреулері бұл алдағы 10 жылдықтың экономикалық дамуын анықтайтын технологиялық революцияның бастамасы деп санайды. Басқалары нарықтағы оптимизмнан шамасынан тыс екенін айтып, болашақта активтердің қайта бағалану қаупі бар екенін ескертуде. Және бұл жағдайда алтын ерекше орында тұрған айта кетейік. Әдетте күшті доллар алтынға қысым көрсетеді. Алайда геосаяси белгісіздікпен әлемдегі мемлекеттік қарыздардың рекордтың көлемі бағалы металға деген сұранысты сақтап отыр. Әлемнің көптеген орталық банктері алтын қорларын көбейтуді жалғастыруда. Бұл ұзақ мерзімді перспективада бағаларға қолдау көрсететін факторлардың бірі болып саналады. Сондықтан енді ұзақ мерзімді перспективаларда қандай болатынын бірге тамашалаймыз. Әзірге бірақ енді қысқа мерзімді тамашалайтын болсақ, бұл жерде төмен сұраныс бар екенін көріп отырмыз. Сонымен қатар криптовалюта нарығы да біртіндеп жетіліп келетінін көріп отырмыз. Бірнеше жыл бұрын биткоин бағасына негізінен жеке инвесторлардың көңіл күйі әсер етсе, бүгінге институционалдық қорлар мен ірі қаржы ұйымдарының рөлі әлдеқайда маңызды бола түсті. Сондықтан криптовалюталар дәстүрлі қаржы нарықтарына әсер ететін факторларға, пайыздық мөлшерлемелерге, өтімділікке және экономикалық күтулерге көбірек тәуелді болып барады.
Қорытындылай келетін болсақ, маусым айының басы күту кезеңінде өтуде деп айтуға болады. Нарықтар жаңа қуатты драйвер алған жоқ, және әлемдік экономиканың келесі ірі қозғалысының бағытын анықтауды тырысуда. Доллар өзінің артықшылықтарын сақтай ала ма? Қытай экономикасы қайта жеделдей ме? Еуропа баяу өсім кезеңінен шыға алады ма? Және жасанды интеллект қор нарығына қолдау көрсетуді жалғастыра алады ма деген сұрақтар бар. Дәл осы сұрақтардың жауабы инвесторлардың көңіл күйін тек маусым айында ғана емес, бәлкім бүкіл 2026 жылдың қалған бөлігінде де анықталатын болатын шығар, достар. Сонымен біздің күнделікті брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Егер форекс жаңалықтарын жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.